Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі пәні 92-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбы. Бірінші жаттығу санамақты түсініп оқы. Санамақ. 1 дегенім білім, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үміт, 4 дегенім төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу, қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Өлеңнің авторы Нұрлан Қалқа. Ал енді балалар мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Санамақ мазмұнын өзара талқылаңдар. Мұнда балалар әр сан арқылы өмірлік маңызды құндылықтар берілген. Мысалы, 1 білім дегеніміз балалар білімсіз ештеңе өнбейді, ал 2 еңбек дегеніміз тынымсыз жұмыс жасай білу. 3 үміт дегеніміз алға ұмтылуға, болашаққа сенуге негіз. Ал 4 төзім дегеніміз қиындыққа шыдау. 5 берік дегеніміз мықтылықты білдіреді. Ал 6 ақыл дегеніміз ақыл оймен әрекет ету керектігін айтады, балалар. 7 жеңіс дегеніміз барлық әрекеттің жемісін айтады. 8 сенім деп табысқа жетудегі ішкі күш. 9 тоқу дегеніміз, яғни үйрену, зерделеу. 10 оқу деп білім алуға ұмтылуды айтады, балалар. Қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу деп балалар сенімді, батыл болып, алған білімді есте сақтап, өмірде қолдана білу керектігін айтып тұр. Өлеңнің соңғы 2 жолын көшіріп жаз. Демек балалар, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу деген осы 2 жолды көркем, қатесіз, әдемі көшіріп жазамыз. Екінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Керекті сөздер 4, 7, 1. Бір аптада 7 күн бар. Дүйсенбі аптаның 1 күні. Сейсенбі күні 4 сабақ болады деп балалар көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. 3-ші жаттығу төркөздерде берілген әріптерден апта күндерінің аттарын тап. Балалар апта күндерін білеміз, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Торкөздерден апта күндерін қоршап көрсетіп қойдым, балалар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.